Жоғары сот кеңесі судья лауазымдарына кәсіби кадр резервін қалыптастыруға ерекше көңіл бөледі. Қазіргі уақытта кадр резерві үш жоғары тұрған судьялық лауазымға Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының судьясы, кассациялық соттардың судьясы және облыстық соттардың судьясы, сондай-ақ 5 басшылық лауазымға Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының сот алқасының төрағасы, кассациялық соттың төрағасы, облыстық соттың төрағасы, облыстық соттың сот алқасының төрағасы және аудандық соттың төрағасы лауазымдарына қалыптастырылады. Кадр резервіне Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы конституциялық заңда белгіленген біліктілік талаптарына сай келетін қызметтегі судьялар енгізіледі. Бұл сот төрелігін жүзеге асыру сапасын жоғары көрсеткіштеріне ие, терең кәсіби білімі бар, мінсіз беделі мен ұйымдастырушылық қабілеттерін көрсететін, жоғары моральдық және этикалық стандарттарды ұстанатын, сондай-ақ әділдік қағидаттарына адал судьялар. Кандидаттарды іріктеу бойынша жұмысты ұйымдастыру мақсатында жоғары сот кеңесінің жанынан кадр резерві жөніндегі комиссия құрылды. Комиссия құрамына кеңестің тұрақты мүшелері 4 қызметтегі судья, заң қауымдастығының өкілі және HR менеджмент саласының маманы кіреді. Кадр резервіне енгізу тәртібі төмен тұрған лауазымдардан жоғары тұрған лауазымдарға қарай ілгерілеу қағидатына негізделген. Резерв соттың мамандануына және орналасқан жеріне қарамастан бірыңғай түрдеді, сондай-ақ нақты бір сот немесе сот алқасы бойынша азаматтық, қылмыстық немесе әкімшілік бағытта жеке түрде қалыптастырылуы мүмкін. Кадр резервіне енгізу мәселесін қарау үшін судья электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған электрондық форматты өтінішті төрелік ақпараттық жүйесі арқылы жолдайды. Өтініш комиссия төрағасының атына беріледі және онда судьяның тегі, аты, әкесінің аты, атқаратын лауазымы, байланыс телефоны және өтініш берілген күні көрсетіледі. Сонымен қатар кандидатураны қарауды Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының төрағасы, жоғары сот кеңесінің төрағасы, сондай-ақ жоғарғы сот пен облыстық соттардың пленарлық отырыстары бастама етуге құқылы. Судьяны кадр резервіне енгізу мәселесін комиссияның қарауы үшін жеке негіз ретінде жоғарғы сот жанындағы сот төрелігі жүзеге асыру сапасы жөніндегі комиссиясының жұмыс істеп жүрген судьялардың кәсіби қызметін бағалау қорытындылары бойынша берген ұсынымы да табылады. Судьяның жұмыс көрсеткіштері, тәртіптік практикасы, келіп түскен шағымдар, жоғары тұрған сатыдағы соттардың ескертпе хаттары және облыстық соттардың пленарлық отырыстарында талқыланған мәселелер туралы мәліметтерді комиссия өз бетінше сұратады. Әрбір лауазым бойынша резервтегі судьялар саны шектелмейді және жиналған балдарды, сондай-ақ нақты бос орынның сұранысы ескере отырып айқындалады. Жоғары тұрған судьялық лауазымдарға арналған резервте болу мерзімі 3 жыл, ал басшылық судьялық лауазымдар бойынша 5 жыл. Осы мерзім аяқталғаннан кейін немесе оның аяқталуына дейін алдын ала судья қайтадан өтініш беруге құқылы. Алғаш рет тағайындалған немесе қайта тағайындалған судьялар судья лауазымда кемінде 2 жыл жұмыс істеген кейін ғана кадрлық резервке енгізілуі мүмкін. Судьяны кадр резервінен шығару үшін келесі негіздер белгіленген. Бұл судьяның жеке өтініші, тәртіптік жауапкершілікке тартылуы, ескертуден басқа, атқарып отырған лауазымнан босатылуы, жеке жоспар бойынша арнайы даярлықтан өтуден бас тартуы, жоғары тұрған немесе басшылық лауазымға тағайындалуы, сондай-ақ аудандық сот төрағасы лауазымына резервте тұрған судьяны тиісті іріктеуге қатысудан 3 рет бас тартуы. Жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Малаховтың тапсырмасына сәйкес 2025 жылдан бастап жоғары тұрған және басшылық судьялық лауазымдарға кадрлық резерв қалыптастыруды тәртібі едәуір жетілдірілді. Рәсімдерді оңтайландыру және кандидаттардың кәсіби әрі басқарушылық қасиеттерін бағалаудың нақты өлшем шарттарын енгізу есебінен іріктеудің өту мерзімдері айтарлықтай оңтайландырылды. Атап айтқанда, резервке судьялық өтілі мол, орта есеппен 10-15 жыл, сот төрелігі жүзеге асыру сапасы бойынша 10 нәтижелері бар,
Сондай-ақ судьялар қауымдастығы органдарының пленарлық отырыстар, соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестер қорытындыларына ие ең тәжірибелі судьялар енгізіледі. Жаңа бекітілген өлшем шарттардың арқасында биыл кадрлық резервке 38 судья іріктелді. Олардың барлығы сот төрелігін жүзеге асыру сапасының жоғары көрсеткіштеріне ие, мінсіз беделмен және ұйымдастырушылық қабілеттерімен ерекшеленеді. Іріктеудің ашықтығына, объективтілігіне және әділдігіне ерекше көңіл бөлінуде. Бұл қоғам тарапынан да, кәсіби заң қауымдастығы тарапынан да сенімді нығайтады. Енді іріктеу жылына кемінде 2 рет өткізіліп, бірнеше айдың ішінде аяқталады. Ал бұған дейін бұл үдеріс 2 жылға дейін созылатын. Жаңартылған тәсіл кадр резерві институтын нақты практикалық мазмұнмен толықтырылып, оны мансаптық өсудің шынайы әрі тиімді тетігіне айналдырылды. Қорытындылай келе, ағымдағы жылы жоғары тұрған және басшылық судьялық лауазымдарға кадрлық резервтен 47 судья тағайындалып ұсынылды. Бұл алдыңғы 2 жылды қоса алғандағы көрсеткіштен 5 есе көп.